Сәлеметсіздер ме? Физиология пәнінің оқытушысы Айдаралиева Әсел Болатқызы. Бүгінгі сіздермен талқылайтын сабағымыздың тақырыбы қан жүйесінің физиологиясы. Яғни қанымыз ішкі организм тіндік сұйықтықтың көзі болып табылады. Қан тамырлар бойымен үздіксіз қозғалыста болады. Қанның қозғалыста болуына біздің тікелей жүрегіміз әсер етеді. Яғни адам денесінің 7-8% қан құрайды. Сонда біздің адам организмде 5-6 литрдей қан болады. Қанның 50% қан қоймаларында, яғни қан деполарында сақталады. Қан деполарына жататын мүшелер ол біздің өкпеміз, көк бауырымыз және терілеріміз. Яғни осы жердегі қандарымыз қан кету барысында автоматтық түрде қан тамырының ішіне қан келіп толықтырылады. Енді қанның құрамына келетін болсақ, қанның құрамында плазма және пішінді элементтерден тұрады. Плазманың құрамында 90-92% су болады және 8-10% құрғақ заттар болады. Құрғақ заттардың өзіне органикалық, биорганикалық заттар жатады. Ал қанның құрамындағы пішінді элементтерге келетін болсақ, олар біздің эритроциттеріміз, тромбоциттеріміз және лейкоциттеріміз осындай қан түйіршіктері болып табылады. Соның ішіндегі қанның қызыл түйіршігі эритроцит, яғни эритроцит дегеніміз оның екі жағы ойыс келген ядросы болмайды. Эритроциттің ең басты қызметі ол тыныстық, яғни тыныс алу қызметін қамтамасыз етіп отырады. Себебі осы эритроциттің құрамында гемоглобин болады. Гемоглобин ол 600 амин қышқылдардан 4 валенттік, яғни гемнен тұрады. Яғни осы гемоглобиніміз оттегі мен көмір қышқыл газ арасындағы реакцияның алмасуын қамтамасыз етіп отырады. Гемоглобиннің оттегімен қосылысын оксигемоглобин, көміртегі қосылысымен карбогемоглобин, иіс газда қосылысымен, яғни карбоксигемоглобин деп аталады. Эритроцитіміз адамның организмде 120-130 күнде өмір сүреді. 120-130 күннен кейін ол пісіп жетіліп, жарылады да құрамындағы плазманың бетіне шығады. Бұл процесті біз гемолиз деп атаймыз. Қанның гемолизденуі. Гемолиз дегеніміз латын тілден аударғанда қанның еруі деген мағынаны білдіреді. Бұл қалыпты жағдайда адамның ішкі организмдегі өтіп жататын процесс. Бұны физиологиялық гемолиз дейміз. Бірақ енді әртүрлі факторларға байланысты гемолиздің бірнеше түрлері бар. Яғни термиялық гемолиз, химиялық гемолиз, сәулелік гемолиз, осмостық гемолиз, механикалық гемолиз деген түрлері бар. Оны біз кейінірек қарастырамыз. Келесі, қанның келесі түйіршігі тромбоцит. Тромбоцит деген ол негізі қанның пластинкасы болып табылады. Тромбоциттің негізгі өмір сүру ұзақтығы 7-8 күн болып табылады. Бұл тромбоциттің ең басты қызметі қанның ұюына қатысады. Яғни қанның ұю процесі 3 кезеңнен өтеді. Ол бірінші тромбопластинге айналады. Тромбопластиннен тромбинге айналады. Тромбинде, яғни фибрин, біздің биологымыз ерімейтін жіпше құрады да, фибрин деген жіпшелерді құрып, сол жерде қан ұю процесі жүреді. Яғни жараланған тамырдың, яғни қайта бітеліп, жазылып, сол жерде қанның тоқтау процесін жүргізіп отырады. Қанның тоқтауын гемостаз деп атаймыз. Гемостаз дегеніміз латын тілден аударғанда қанның тоқтауы деген сөздің мағынасын білдіреді. Келесі, тромбоциттердің, яғни мөлшері қалыпты жағдайда 180-нен 320 көбейтілген 9 дәрежесінде 1 литр қанда болады. Егер осы айтылған мөлшерден тромбоциттің мөлшері азайып кететін болса, ал көбейіп кететін болса, тромбоцитоз деп аталады. Келесі, біздің лейкоциттеріміз, қанның ақ түйіршіктері. Қанның ақ түйіршіктері, яғни ол бірнеше түрлерге бөлінеді, түйіршікті және түйіршіксіз түрлерге. Бұл қанның ақ түйіршігінің ең басты қызметі, яғни адам организмде қорғаныштық фагоцитоздық қызмет атқарады. Яғни фагоцитоз дегеніміз, яғни фагус дегеніміз қармалау, жұту, цитус дегеніміз, яғни ол біздің жасуша деген сөзіміз. Яғни адам организміне бөгде заттар түскен кезде, сол бөгде заттардың барлығын өзі қармалап, омега тәрізді жүрісі арқылы өз бойына сіңіреді, не болмаса өзінен антигендер түзіп, өз жасушалары арқылы
сол біздің антивирустарымызды өлтіріп отырады. Ең басты қызметі осы. Енді лейкоциттердің мөлшері 6-9, көбейтілген оның 9 дәрежесі 1 литр қанда кездеседі. Егер осы айтылған мөлшерден лейкоциттеріміз көбейіп кететін болса, лейкоцитоз деп аталады, азайып кететін болса, лейкопения деп аталады. Енді бұл лейкоциттердің түрлері, оның түрлері түйіршікті, түйіршіксіз, гранулоцитті, агранулоцитті. Түйіршікті түрлеріне, яғни базофилдер, эонозофилдер, нейтрофилдер жатады. Түйіршіксіз түрлеріне лимфоцит пен моноцит жатады. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға.